Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты жолдарда көру мүмкіндігі төмендейді. Тайғақ, мұзды жерлер апатқа кеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ ауа райының бұзылуы көлік құралына да әсерін тигізетінін ескеру қажет. Көліктің техникалық жағдайын, тежеу жүйесінің жұмысын қараңыз. Терезе тазалағыш щеткалар, сондай-ақ сұйықтықтың деңгейін тексеріңіз. Қысқы дөңгелектерді қолданыңыз. Ол қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және дөңгелектерге жолда сырғанауға қарсы тұруға мүмкіндік береді. Техникалық регламентке сәйкес қысқы кезеңде, яғни желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында қысқы шиналармен жабдықталмаған көлік құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Қашықтықты сақтаңыз. Әсіресе қыс мезгілінде алда келе жатқан көлік құралына дейінгі үлкен арақашықтықты ұстаңыз. Тайғақ жолда тежеу жолы бірнеше есеге артады. Сондықтан тежегішті баяу басқаныңыз дұрыс. Жол жүрісіне қатысушылардың барлығына мұқият болыңыз. Жаяу жүргіншілерге де назар аударыңыз. Есіңізде болсын, кішігірім қателіктің арты ауыр зардаптарға келуі мүмкін. Ауа райының қолайсыздығын ескере отырып, жылдамдықты шамадан тыс асырмаңыз. Жылдам жүрістің кесірінен көлік басқару кезінде бақылауды жоғалтуыңыз мүмкін. Жүрер жолыңызды алдын ала жоспарлаңыз. Ауа райы болжамын бақылап, қала маңындағы жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды мұқият қадағалаңыз. Егер жолдар жабық болса, елді мекендерден тыс жерлерге шығуды шектеңіз. Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, жол ережелерін сақтау сіздің жауапкершілігіңіз. Өзіңіздің және өзгенің өміріне немқұрайлы қарамаңыз. Жолдағы қауіпсіздік шараларын және жол жүрісі қағидаларын сақтау өзіңізден басталады. Үйде жақындарыңыз күтіп отырғанын ұмытпаңыз.